Үлкенге тән қылығыңмен тырнақ бояп, ерін бояп. Жоқ, ондай жоқ қой бізде. Кей кезде мұғалімнен сұранып алып кетіп қалатын кездер болады. Кей кезде Мұғалімнен сұранып алып аңға кетесің. Аяғымда саптама, басымда пұшпақ тымағым, үстімде қасқыр ішегім. Қазақ бола алмай жүрген кісімін. Мен қазақ болғанменен төңірегім қазақ бола алмай жүр ғой. Атың кім сенің? майор. Майор? Иә, полиция. Полиция болғың келе ма? Міне шығыстың желі осындай. Көріп қойыңыздар. Міне, мен де тұрғызбайды. Қазіргі қазақтың қыздарына не айтар едіңіз? Қазіргі қазақтың қыздарына армысыздар. Астанада таңғы сағаты 6. Біз әуежайға келдік. Тоқтар нүктеміз Өскемен. Біз ол жақта бүркітшілер сайысын түсіреміз. Қолдарына құстарын қондырған саятшыларды түсіреміз. 3 күндік сапарға бара жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Барлық қыр-сырын көрсетеміз сіздерге. Атадан қалған саф өнердің. Біздің әуежайда үйде кездесеміз деп жазылып тұр. Бұйырса, 3 күннен кейін осы жақта қайта қауышамыз. Сіздерге әдемі материал көрсетеміз. Ұшағымыз 5 сағатқа кешігіп, күн арқан бойы көтерілген сәскеде бірақ ұштық. 2 сағатта Өскеменге жетіп, одан ары Ұлан ауданы Бозанбай ауылына жолға шықтық. Біз Өскемен қаласынан шықтық жолға. Жаңағы бүркітшілер сайысы болатын Ұлан ауданы Бозанбай ауылына жол тартып бара жатырмыз. Жанымда серіктерім бар, және жүргізуші ағамыз бар. Ол кісінің анасы бар, ұлы бар. Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деп бізге ұшақтан әуежайдан сөз алысымен жолығып қалды. Сөйтіп ол кісінің нөмірін алып, нөмірін қате жазып алып, жоғалтып алып, бірақ үлкен Өскеменнің ішінде бәрібір кездесіп қалдық та. Сөйтіп бара жатырмыз. Енді жолы болсын. Жол ұзақ сапар істемейміз, десе де жолдағы адамның ниеті түзу, аман есен барып, міндетімізді орындап, жақсы материал контент жасап, сіздерге әзірлеп көрсету. Бізбен бірге болыңыздар. Елімізде салбурын ұсақ турнирлер әр өңірде жылына бірнеше мәрте ұйымдастырылады. Ал мұндай Қазақстан құсбегілерінің чемпионаты жылына бір-ақ рет өтеді. Жүлделі орын алғандарға қомақты қаржылай сыйлық беріледі. Ал 3 құс түрі бойынша бірінші орын иегерлері ұлттық спорттан үздіктер алтын тұғыр сыйлығының салтанатты марапатталуына шақырылып, қосымша 1 миллион теңгедей табысталады. Қуантатын тағы бір жайт. Ұлттық спортты қолдау мақсатында әр құс бойынша жүлделі 3 орынның иегерлері 1 жыл бойы 100 мың теңге көлемінде айлық алып отырады. Жыртқыш құспен аң аулау қазақта енді саятшылық дейді ғой. Саятшылық өнер 3000 жылдық тарихы бар. Оны тамғалы тастарға, петроглифтерде бейнеленген суреттерден көруге болады. 3000 жыл ойлап көріңіз. Дәл қазір бұл ауылға, Бозанбайға Қазақстанның түпкір-түпкірінен бүркітшілер, саятшылар келіп жатыр. Менің қолымдағы мынау Қарағанды облысынан келген Сарыарқаның Сарбалақ деген бүркіті. Жасы 1 жаста. Бұл да бағын сынауға келіп тұр міне. Қолыңа мұндай тегеурінді, шеңгелді құс қонғанда өзіңді қаншалықты бұл құстан төмен екеніңді сезінесің. Мен қазір білегімнен қысуынан ақ сезіп тұрмын шеңгелінің мықтылығын, қуатының күштілігін. Ер адам қолыңнан қысқандай сезінесің. Қатысушылар 10 облыс пен 2 қаладан келген. Барлығы 60 бүркіт, 21 қаршыға, 16 ителгі бақ сынайды. Әр құстың өз сайысы бар. Әр қайсысы бірнеше кезеңге бөлінген. Дәл қазір менің қолымда саятшылықтан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикалық чемпионатының хаттамасы. Осы жерде міне үлкен құс, кіші құс, енді бүркіттер арасында, қаршыға мен ителгілер арасында жеке-жеке өтеді. Соның ішіндегі бүркіттікін ғана қарайтын болсақ, міне
келген аймақтары. Қазақстанның әр өңірінен. Қарағанды облысы бар, Алматы облысы, Шығыс Қазақстан, Ақмола облысы, Түркістан, Абай облысы, Жамбыл облысы. Ең бірінші құстың аты жөні жазылады. Алтай, Айғайтас, Дәуқара, Семсер, Ақиық дейді. Ұлытау, Созақ, Жебе, Қанжар. Одан кейін құстың жасы, одан кейінгі құстың нөмірі және иесінің киім үлгісі, құстың бабы және сыналу бойынша ең бірінші қолға шақыруы. Ол жаңағы иесі кетіп қалады, аттың үстінде ысқырып шақырады. Таудың басындағы бүркіт бірден ұшып келе ме, жоқ әлде айналып кете ме, жоқ әлде бірінші жерге барып, содан кейін барып иесінің қолына қона ма. Екінші шырғаға салу, одан кейін қоянға салу және түлкіге салу болады. Бірақ енді қазір заман басқа болғаннан кейін түрлі ұйымдардан, адамдардан арыз шағым бар деген сияқты. Сондықтан да мынау сынақтардың кейбірін алып тастауға тура келген. Жан-жануарлар жанашырлығы деген сияқты. Бірақ барынша көрсетуге тырысамыз бүгін. Біз кешігіп барғасын, алғашқы кезең бүркітті қолға шақыруды көре алмай, екінші кезең шырғаға салудың үстінен түстік. Ақтөрі менің операторым кетті жүгіріп артынан сүріп. Мені түсіре, Ақтөр. Мені түсіре бер. Қазір міне, анау жаққа жүйрік аттың артына түлкіні байлап кетті, шарға тарту болады. Ан жақтан бүркіт жібереді қазір. Бүркіт жібереді, сол бүркіт ұшып кеп, анағын үстінен дәл түсу керек. Басу керек аңды, яғни. Қазір қайсы бүркіт барады екен, қарайық. Бізге қаш деп жатыр, біз былай қарай тұрайық. Қазір жүйрік атпен, асау атпен ағамыз шауып өтеді, бүркітті байлап. Анау таудың басындағы бүркіттердің біреуі келеді де, оны біледі. Ой, біз анау жақтан жүгіріп келдік. Қазақта сөз бар, аран ашылған қыран не аңдалады, не аңшының өзін алады дейді. Сондықтан да бұл ойыншық емес. Біз енді білместігіміз болып кетті бұл арада. Қараңыздар, анау жақты сұра. Күлетін дәнеңесі жоқ. Өткен жарыста бүркіттің итке түскен кезі болған. Дәлелі мына бір видео. Біз шығыстың сақылдаған сарайазында қалтырап, бір сөңдегенде басына түлкі тымақ, үстіне қасқыр ішік киген аңшылар ыстықтап жүрді. Өздері ұядан кез келген балапанды ала бермейді екен. Керлеп тұрмын орында. Саған. Сен бұны қоймай қолсан шыққанда ыстық сал шыққанда. Баррақ. Саған. Мынау шынымен. Керемет. Маманың көзін түсір ойшы. Жарайды. Ол енді Таймас деген балапан атақты. Ұшқан ясы текті. Сіздер сонда ұядан балапанды алмастан бұрын оның Аржақ тегін текті. аржақ тегін. Тегін. Ол жаңа ұсақ түйекті алып жүрді ма? Былай ғой, мына қазақта сөз бар ғой. Тектін алсаң, тасқа тас тұрсаң, шақ етеді. Боққа боқ тұрсаң, бұлт жетеді деген. Тектілігін тектеп алу керек, әйелің болса да. Сол сияқты мына құсы да сол сияқты тегін аламыз. Құсың бәрі текті болмайды балам. Ұқтың ба? Ол тегіне тартады ар жағын. Ол тегін қайдан білесіздер? Ол құс аспанда жүреді. Аспанда жүргенде біз сол ұяда, сол ұяның балапан қандай текті болады деген алып біз Не жеп жүр, соны қарайсыздар ғой. Не әкеледі енесі деген тектейміз. Қазір қыран құстар тәутекенің лағын әкеледі. Қара құстың лағын әкеледі. Олар өте текті құстар. Үлкен қоңырау қасқыр ұстайды. Сол құстар жүректі, сондай құстар тектілігімен болады. Мынаны тегіне тартып аламыз. Көп қызыққа көзіміз тоймай жүргенде алдымыздан шығыстан шыққан тұңғыш құсбегі қыз, шығыстың шынары атағын алған қыз жолықты. Үлкені бар, кішісі бар. Бұл жерде саятшылардың бәрі бар. Солардың ішінде Айзере деген қаршадай ғана қарындасымызды кездестіріп қалдық. Сәлем, Айзере. Сәлеметсіздер. Қал қалай? Жақсы, өздеріңіз қалай? Жақсы. Аман есен келіп қалдық. Сен осы Бозанбай ауылында тұрасың ба? Иә, мен осы Бозанбай ауылында тұрамын. Бозанбай ауылының. Мына бүркітшілердің ішінде ең кішкентай өзің ба?
Осы Шығыс Қазақстанда менен кейінгі бір кішкентай 5 жасар ұл бар. Сол тоже бүркіт ұстайды. Сенің жасың нешеде? Менің жасым қазір 14-темін. 14-тесің. Иә. Бүркіттің аты кім? Бүркіттің аты Мұзбалақ. Ол нешеде? Ол қазір 5 жасар. 5 жасар, иә? Өзің аңға салып жүрсің ба оны? Иә, тауға шыққан кезде аңға саламыз. Не аласың? Бұйырғанын аламыз. Түлкі, қоян, көбінесе түлкіге саламыз. Бұл ата кәсіп, ата жол қайдан дарыды, қайдан үйрендің? Кім баулады? Әкем мен ағам баулыған, әкем, атам бәрі баулыған. Ол кісілердің жолын қуып осы. Қазақ салтымызды ұмытпайық, қазақ салтын одан сайын жаңғыртайық деген менде бір үлкен арманым бар. Сол. Бәрекелді. Сабағыңа кедергі келтірмей ме? Сабағыма кей кезде мұғалімнен сұранып алып кетіп қалатын кездер болады, кей кезде... Мұғалімнен сұранып алып аңға кетесің? Иә. Бір күндері осы саған енді қыз бала болғаннан кейін бұл дұрыс емес деген сөздер айтылған кездер болды ма? Иә, кейбіреулер айтады, бірақ мен олардың сөздерін елемей осы ата дәстүрді жалғастыруды мақсат қылып қойдым. Өзіңе ұнайды? Иә, өзіме ұнайды, өте қатты ұнайды. Енді болашақта жалпы қандай арман мақсатың бар? Болашақта осы Бозанбай ауылын және де Шығыс Қазақстан облысын, Қазақстанды барлық елге таныту. Қазақ елін бүкіл әлемдерге таныту басты арманым. Сенің ата-анаң, туған туыстарың барлығы сенің бұл аңшылық кәсібіңді қолдайды, е? Иә, бәрі қолдайды. Ал бүркітті баулу саған қиын емес пе? Жоқ, егер де ол маған қиын болса, мен жоламас едім. Өзімнің жақсы хоббиім, өзімнің жақсы көретін ісім болғандықтан кейін осы істі қолыма алдым. Қазір нешінші сыныптасың сонда? Қазір 8-ші сыныпта оқимын. Ал неше жасыңнан бастадың? 8 жасымнан осы құсбегілікпен бастадым. Қазір атпен де, құспен де екеуін де қатар алып жүреміз. 8 жасыңнан бастадың, е? Иә. 8 жасымда таудан балапан алған болдым, ұядан. Өзің алдың ба? Ол жаңағы сақтандырусыз ештеңесі шығады ғой? Таудың басына? Дегенде арқан тағып алып шығамыз. Балапан қарайлап жүрдің біраз уақыт. Иә. Оның бүркітті таңдауы бар. Иә, сарша дейді. Нағыз қыран ол, ұябасар қыран болады, ұрғашы қыран яғни. Бәрекелді. Бұл ауылда бүркітшілер бар ма жалпы? Иә, ауылда бүркітшілер бар. Менің атам бар, осы әкем, ағам, мен, тағы да көп кісілер бар. 10 шақты адам бар. Бізге Монғолиядан Нұрғайып ағалар, яғни Айшолпан апайлар көшіп келді. Осы кісілермен бірге енді осы ата дәстүрімізді жалғастырып, және де осы істі қолға алып ары қарай дамытсақ дейміз. Бәрекелді, бірақ өзің енді бойжеткенге тән қылығыңмен тырнақ бояп, ерін бояп. Жоқ, ондай жоқ қой бізде. Өзім осы бұл тырнақ бояу, кірпік жасату дегендер өзімнің жасап жүрген ісіме келмейді да, ұнамайды өзіме. Сол себепті осы ондайға өзім қарсымын негізінде. Бәрекелді. Жасанды сұлулық адамға ол керек емес деп ойлаймын. Табиғи сұлулыққа еш жетері жоқ. Бәрекелді. Рахмет саған, Айзере. Біз саған тек қана сәттілік тіледік. Аман есен бол. Ат үстінде ата дәстүрді жалғастырған кішкентай ғана Айзерені көргенде бойымды қаншалықты толғаныс, қаншалық мақтаныш билегенін білсеңіздер ғой. Көңілді құлазытқан жайда жоқ емес. Бүркітшілердің қайсы бірімен тілдесе қалсаң да айтатын жол мәселесі. Итпен мысыққа рұқсат етілген пойызда бүркітпен жүруге рұқсат жоқ екен. Біздің жанымызда Түркістан облысын бастап келіп отырған Жомарт ағамыз отыр. Жәке, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Міне, Түркістан облысы енді шығысқа дейін жер алыс, сапар ұзақ. Қалай жеттіңіздер? Бізде ең бірінші бүркітшілерде шешілмей келе жатқан мәселе осы тасымал мәселесі болып тұр. Қазіргі таңда мынау құстарды осы қыс айларында болады. Біздің қансонар дейді, дәстүрлі аңшылық қыс айларында болғандықтан жолдың ұзақтығы, құстарды тасымалдау қазіргі күннің бір өзекті мәселесі болып тұр. Біздің қауымдастықтың атынан, федерацияның атынан Қазақстан темір жолына өтініш хат жолданып тұратын, кезекті жарыс сайын сол өтініш бойынша жол серіктермен келісіп, темір жолмен келетін жағдай болған. Осы жолы Қазақстан темір жолы
хатқа кері жауап берген сияқты болып, сонымен бүркітшілердің бәрі билеттерін өткізіп, сондай бір абыр-сабыр, кішкене әбір-жулар болды. Кейін жаңа федерацияның жігіттері қтж-ға хабарласып, кешке қарай мәселе шешілді. Ал оның арасында билетті өткізіп қойдық та, қайта билет ала алмай қалдық. Сондықтан жеке көлік жалдап, сонымен келдік. Түркістан облысының құрама командасы құстарымен, бүркіттер бар, жүктерімізбен 2000 шақырымға таяу жол екен. Соны тоқтамай жүріп келдік. Осы жарысқа уақытылы жетейік. Сонда 2000 шақырымды артқа тастап, көлікпен келдіңіздер өздеріңіз? Иә. Әу баста темір жол мен пойызбен жүруге рұқсат берілмеді. Енді мен осы 2007 жылдан бері осы салада жүрмін. Мен жаңағы бізге дәстүрлі нәрсе, бұл атадан балаға қалып келе жатқан. 2007 жылдан бері сол ұлттық спорт мектебінде жаттықтырушы болып жұмысқа орналастым. Содан бері бұл шешілмей келе жатқан мәселе. Демек, бұл іспен тек нағыз сүйген адам ғана айналысады ғой. Себебі бұдан табыс көрмейсің, шығының бар, бірақ өзіңді сүйсеңді мұна 2000 шақырымды артқа тастап, пойызға мінгізбеген күннің өзінде көлікпен келіп, ол соның дәлелі шығар. Енді әр нәрсенің құмар адам бар ғой, былайша айтқан фанат дейді. Мысалы, қазір мына ат спортын дамыту үшін көптеген жігіттер 5 көкпардың атын, 6 көкпардың атын үйінде ұстап, жаңағы күтуші жалдап, оған атбегі жалдап, жаңағы жем-шөбі бар қысы-жазы. Сол ат спорты сондай ағаларымыздың, сондай бауырларымыздың арқасында дамып жатыр қазір. Қарап тұрсаңыз. Ол үкіметтен жаңағы субсидия болсын, ештеңе жәрдем жоқ болған. Бізде де сол сияқты, мына бүркітшілердің бәрі өздері табады тамағын, ауырып қалса өздері емдейді. Жаңа бір-бірінен сыйлық қалады, ауыз түйіс жасайды, сондай болып тұр. Әрине, бұл бүркіттің өзін енді асырау, қолда ұстау деген тәулігіне 500 граммнан 1 келіге ішін ет жейді ол. Иә. Қыранның тектілігі сонда. Өмірде жұбын бір-ақ рет мәңгілікке таңдайды. Жомарт ағамыз 30 жыл бойы жұбын жазбаған дала қырандарын таниды екен. Өзім көргенім 95 жылы мен мектеп бітірдім. Сол кезде Сарайғыр деген шатқалы бар, бізде Сайрамаған ұлттық паркіне қарайды. Сол жерден бір жұп бүркітті байқағамда, сол жұптар әлі жүр сол жерде. Әлі жүр. Мәссаған. Ескі таныстар, жаңа шатқалыға барсам, қайда жүр екен деп қарап қоям. Көз көргендер. Иә. Жақтырмай отыр. Сәл қалып. Жақтырмай қалып отыр ма? Иә. Тамыр. Тамыр да қоясыз ба? Бұл да өте сезімтал жануар ба? Қазір бүркіттерді қоянға салу сәті болады. Анау жаққа қазір көрсетеміз. Қазір жер іздеп жүр. Қоянды қай жаққа жүгіртетіндерін іздеп жүр. Мен сіздерге бір әңгіме айтайын. Жаңа ғана бір бүркітші ағамызбен сөйлестім. Бір оқиға айтып берді, бірақ камераға айтуға келіспеді өзі. Ондай жақсы көрмеймін дейді. Екеуміз әңгімелесіп отырып едік. Айтады, мен бір жас балапанды бауылыдым. Соның кейін сәл өстеу деген кезде аңға салдым дейді. Ең бірінші түлкіге салдым. Қалың тобылғының арасына түлкі кіріп кеткен кезде бүркіт бірге кіріп кетті дейді. Мен атыммен қуып жеттім дегенше тобылғының арасынан қанаттың дауысы естіліп жатыр деді. Тоғайларға тиген. Ішіне кіріп барып қарасам, бүркіт бір қолымен түлкіні ұстап алған дейді. Бір қолымен тоғайдың бұтағын ұстап алған. Бұты айырылып кеткен дейді. Қан сорғалап тұр дейді. Бірақ сонда да жібермейді дейді анасын. Сөйтіп бүркітіме обал болды, сөйтіп айырылып қалдым дейді. Білместігім болды. Дегенде сондай бір аталығына күшті бір түлкіге салып жіберген едім дейді. Сонда қайсарлығын қарасаңыздаршы. Қазақ өзін жылқы текті жануар, не болмаса қыран тектес деп айтатыны сондықтан ғой. Бұл өте қайсар келеді, өте мінезді құс болады. Сондай жалпы бұл бүркітшілермен әңгімелессең әңгімелері бір өте қызықты. Көрген білгендері бұлардың.
Қазір қоянға салу сәтін сіздерге көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Осылайша шырға тарту да тәмамдалып, келесі сайыс түрі қоянға салу кезеңіне өткендер анықталды. Міне, мына көліктердің ішінде қояндар бар. Қазір сол қояндарды мына жерге жібереді. Ал ана жақта не бүркітшілер тұр. Сол таудың басынан бүркіттерін қоя береді де, қоянды алу сәті болады. Бізге айтты. Көп бұлай шыға бермеңдер деді, бүркіт сендерге түсуі мүмкін. Мына көлікті қалқалап, бүйтіп тығылып отырыңдар деді. Біз қазір менің операторым екеуміз осыны түсіріп алғаннан кейін осы жерде тығылып отырамыз. Себебі бүркіт бізге қарай шабуы мүмкін. Бірақ барынша сіздерге бүркіттің қоян алған сәтін көрсетуге тырысамыз. Міне, қара қоян қазір осыны қоя береді. Алғыр бүркіттер, қыран құстар осыны алады. Шығыстағы желдің қаттылығы сонша, бүркіттерді қоянға түсірмей ұшырып алып кетіп жатты. Дегенмен арасында желге бетім беріп, қарсы ұшып, алғырлығын танытқандары да болды. Баласы бабасына тартпай қоймайды. Не кішкентай ғана біздің бауырымыз отыр. Атың кім? Аян. Аян, жасың нешеде? Жасым 9-да. 9-да? Бұл тазыңның аты кім? Қарақұс. Қарақұс? Қарақұсың әдемі екен. Нешеде қарақұс? Ол 1-де. Бәрекелді. Онау артыңдағы әдемі тай сенікі ма? Иә, менікі. Сенікі ма? Иә, менікі. Өлесің ба тайға? Иә, білем. Ал мін? Жүрем. Өзің үйретіп жүрсің ба? Жоқ, әкем ұстап тұрады, сол кезде мен өніп, ананы үйретіп жүргем. Бәрекелді. Көз қуантарлығы қазақы өнерге қызыққан балдырғандар көп. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда сон ілмей ме? Атың кім сенің? Майор. Майор? Иә. Ой, маладес. Жасың нешеде? 9-да. 9-дасың ба? Иә. Сен де бүркітшісің ба? Қаршығашым. Қаршығашы? Иә. Қаршыға саласың ба? Иә. Осы жарысқа қатысып жатсыңдар? Иә. Неше оқисың өзің? Мен 3. 3 оқисың ба? Иә. Болашақта арманың қандай? Арманым салу. Құс салу? Бәрекелді. Кім болғың келеді? Полиция болғың келе ма? Бәрекелді. Атыңды майор деп кім қойды? Әжем. Әжең қойды ма? Иә. Маладес. Әжең тұр ма қазір? Жоқ, қайтыша кеткен. Көптің ішінен атақты дала қазағы Тәттімбет Кәбұлын кездестірдім. Біраз қызық әңгімесімен бөлісті. Арасында Үржарда ара-тұра көрініп қалады делінетін, біздің ел кісі киіктейтін қара адамы жайлы да сыр шертті. Ағасыз Абай облысынан кептісіз? Енді біз Абай болып бөлістің, бұрын енді шығыс менде болды ғой. Шығыстың басқардым ғой 11 жыл. Осы шығысқа енді құс негізінен сол ақырын жақындаттық қой енді әйтеу. Бабамыздан қалған бір мирас деп. Әйтпесе бұрын шығыста құс. Қазір Абай облысы, шығыс Қазақстан Өскемен жеке, Семей Абай облысы жеке болды. Абай облысында бүркітшілер бар ма? Абай облысында қазір 10 бүркітші бар. 10 бүркітші. Қазір енді сол. Көбінесе Үржардың көп жері, бүркіттің көп жері Үржарда. Үржарда. Енді оған ақсақалымыз жаңағы біздің бүркітшілердің несі. Сол кісі енді ақсақал жаңағы бапкер. Біздің ұстазымыз ғой енді. Қазақта бір сөз бар ғой енді. Бір әріп үйретсін, бір сөз үйретсін, жол көрсетіп, сілтеп жесе де ұстаздық парызға жатады деп енді. Сол жалпы енді ол кісі ата бабасынан бері бүркітші жаңағы. Неше атадан, 7 атадан бері қарай жалғасқан. Енді айланып келгенде бұл біздің ұлттық руханиятымыз ғой, бауырым. Бұл
құс деген дәстүріміз, салтымыз, мәдениетіміз, мына құстан үйренетін нәрсе көп. Бұның жаңағы ерекшелігі, бұның текаппарлығы, бұның жаңағы қандай бір қазақ айтады екен, бір құс сілкінсе, бір сілкінсе, 1000 пәле кетеді дейді. Жаңағы құстың бір ерекшеліктерінде енді жаңағы сондай қасиеттері көп қой. Ертеректе бір ақсақал бүркіт сап келе жатса, байдың ауылында абыр-сабыр шабыс болып жатыр дейді. Сонан үй балам не болды десе, байдың келіні босана алмай 2 күн болды қиналып дегенді айтты дейді. Жолды босатындар деп. Сонда кірікпеліп арқанға асылып, жаңағы енді бұрын солай ғой. Сөйтіп жатқанда ана кісі қанатымен бір қаққанда бүркіт піштақтап жерген екен. Сонда жануар ана кісінің қиналып тұрғанын білген. Сонда бала жерге түсіпті деп айтады. Енді ауыз әдебиетінен естіліп, енді ауыздан ауызға келіп жатқан нәрселер ғой енді. Бірақ аңыз. Енді дәл солай болыпты деп, енді оны мөрін басып, таңбасын басып айтылып жатқан дүние емес. Бірақ енді аңыздың түбі шындық қой деп ойлаймыз енді көп жерлерде. Ал өзіңіз ата кәсіпті қол еткелі мынау кімнен? Бұл енді мен өзім әкем керемет атбегі болды менің әкем енді. Жаңағы Алаяқ ат, Көгал ат деген жорғасы болды, Алаяқ ат деген ат болды. Монғолиядан келдік қой, сол кезде әкем жарықтықты. Бір ақсақал осылай пұшпақтымағымды киіп, саптамағымды киіп келе жатыр ем, орнынан жүгіріп тұрды. Ой ақсақал, мен сізге сәлем беруге келе жатырмын ғой деп, ата-бабам есіме түсіп, әкем елестеп кетті. 85-ке келген қары екен. Сонда сөйтіп әкем елестеп сені көріп деп, көзіне жас алды ана кісі. Қандай керемет деп. Сонда сол кісі кімнің баласысың деп сөйтіп, кәптің баласымын деп, атпен бірге шөп жейтін кәптің баласысың ба деп. Сондай біздің әкеміз аңызға айналған атбегі. Бірақ енді бойымызда бар ғой енді қаннан бері қарай енді. Ұлын ағашыларымыз Алтайда бүркітші болған екен, Қондыбай мен Қотырақ деген. Енді әкем бүркіт ұстамаса да, содан өзім қызығушылықпен баяғы айту. Сол бүркіт ұстап енді. Бүркіттің ерекшеліктері, қасиеті. Үржар өңірінде аңға шығып тұрасыздар ма? Иә, аңға шығып тұрамыз енді. Бірақ енді қазіргі заманда кішкене аңды да қорғап жатыр ғой енді. Мораторий жариялаған 7 жылға. Сол біткеннен кейін енді рұқсаттамасын беріп, ептеп шығамыз ғой деп ойлап жүрміз енді. Қазіргі көзде көп шықпаймыз. Өйткені рұқсат жоқ. Енді заң аясындағы нәрсеге тығылып бір шығып қойсаң, заңмен қудаланасың. Енді ондай болады, қудаланасың ғой. Мына Үржар өңіріне барып келдің. Сол кезде бір әңгіме естідім, тауға барғанда қара адамын көріпті деп. Үлкен кісілердің өздері көрген екен. Ол шын ба, ол не әңгіме? Ол Дәлелхан деген мұғалім. Ол менің әріптесім, мен енді дене шынықтыру сабақ беремін ғой. Сонда ол кісі балаларды жаңа жүгіртіп апарған ғой. Жаңа экскурсия жасап кішкене далаға жүгіріп берсін енді балалар деп. Бір класстың баласын. Сонда балаларға келіп енді сурет салдырғанда бәр бала бірыңғай сап берген. Ал енді ол жерде былай екен, енді кісі киік дегенде мына кейбіреуінде 4 қол бар дейді да. Ол олай емес екен, омырау екен. Омырау ұзындау болады екен де, жаңа жүгіргенде 4 қол ұқсап көрінеді екен. Ал енді ол жерде мотоциклмен бір жігіт, оралман жігіт, әйел екеуі барып шөп күпәнелап тұрса, артында тұр дейді. Сол мотоциклге міне сап қашқан ғой олар. Жалпы енді сол жерде қара адам бар деп айтады. Енді ол газетке де жазды сол кезде. Бірақ балалардан енді суретін салып беріңдер десе, төбесі шошақтау келген, сондай жаңағы бой ұзын, тұрықты сондай екен деп жаңағы. Енді осы не дейді айтып жатты ғой, бір қойды алып бара жатқан, тоқтыны алып кетіпті деп, осы Шығыс Қазақстан жақта ма бір тағы бір неде жүрді ғой, бір таудың іші ғой анау. Сол жерде бір үңгірлер бар дейді. Жаңағы керемет бір шатқалдар бар дейді. Адам көп аяқ баспайтын, Шомайда тіршілік етеді деп айтады енді. Енді өзіміз көрген жоқпыз ғой енді. Ойбай бәленбай жерде екен деп өтірік айтуға тағы болмайды. Ал мына құстың балапанын алу деген. Құстың балапанын енді бұл ұядан алмайды. Бізге алуға рұқсат жоқ. Бұны біз негізі зоопарктен алуымыз керек. Одан кейін жаңағы балапан шайқап шығарып жатады ғой, мына кіші құстардікі енді. Сондай жерлерден алу керек. Негізі енді ұядан алып, одан даладан тор құрып ұстап, оның бәрі заңсыз дүние. Өйткені бұл енді қызыл кітаптаған ғой. Бұның жаңағы өзіндік паспорты бар, жаңағы книжкасы бар, кеудесіне шип салады. Бәрі ұстап жүрген азаматтардың бәрі сол шип салған, паспортпен, 3 тілде жазылған, мысалы шетелге шығатын болсаң, жаңағы аудармасымен, несімен бәрі сондай. Бізден мықты бұның құжаты. Бірақ жаңа кісілер айтып жатыр, мәселе қандай деп едім,
Енді біреуіміз батыстан, біреуіміз оңтүстіктен келіп тұрмыз. Қазақстанның жері кең. Бізге пойызбен, темір жолмен жүруге рұқсат бермей қойды. Сонда ол сол дұрыс деп ойлайсыз ба? Итпен мысыққа рұқсат бар. Жоқ, ол енді ол дұрыс емес. Енді ол отырған адамдардың да енді кейде енді кішкене шаңқылдап нетеді ғой. Бірақ енді біздің ұлттық құндылығымыз ғой бұл. Біздің бір керемет көк байраққа неге қойдық? Бүркіттің несін, суретін. Біздің байрағымызда тұрған құсымызды енді пойызбен алып жүруге рұқсат бермеу, ол өте теріс нәрсе деп ойлаймын. Осыған негізі бір заңба шығарып, алып жүрсін, таза алып жүрсін. Енді бұл өзі иіс жоқ ешқандай. Бұл сасып тұратын нәрсесі жоқ. Мына томағасын кигізіп қояды. Енді өзінің қарап отырып, мысалы алып келгенге оған несі бар? Жаңа өзің айтқандай енді ит пен мысықты алып жүруге рұқсат, сонда бүркітке рұқсат жоқ. Көк байрағымызға қойып қоямыз, әдемілеп. Қыранымыз аспанда қалықтап жүр дейміз, ал пойызбен алып жүруге рұқсат жоқ. Сонда қалай болды? Ол не деген қарама-қайшы? Ол нәрсе енді дұрыс емес деп ойлаймын. Оған да бір заң болар енді. Заң шықса. Бүркіттің мінезі оңай емес деп жатыр. Енді енді жалпы атта да адамда да мінез болмаса, қылық болмаса, онан батыр шықпайды, одан жүйрік шықпайды. Құсың да сол. Құстың да өзіндік мінезі болады. Бұдағы мінезді нәрсе. Өйткені не нәрседе мінез болмаса, балуан шықпайды. Мысалы өте жуас адамнан қайткен күнменен адам болсын, жаңағы жылқы болсын, құс болсын, өзіндік бір мінездері болады. Ол мінез қайткен күнде болу керек онда. Жаңағы мінезсіз болса, одан тым жақсы нәрсе болмайды. Сондықтан бұл құстың да керемет мінезі бар өзінің. Жаңағы. Аға, мынау қасқыр ішігіңіз керемет екен. Оның тарихы қандай? Бұл енді 40 жастан кейін киеді екен қасқырды. Бұрын қазақта қасқыр ішікті мен киіп, енді сен қасқыр ішіксіз жүріп, енді мысалы өліп қалса қасында, онда адамның құнын төлейді екен. Сен қасқыр ішікпен жүрсің, ол жай киіммен жүріп өліп қалды деген. Бұрында өзі қазақта сондай бір салт болады екен. Тегін адам кимеген болып тұр. Тегін адам кимеген. 40 жастан кейін кию керек, бұл өте ыстық болады. 40-тан кейін киеді екен. 40 жасқа дейін қасқырды кимейді екен ішікті. Ол өте ыстық, жаңағы адамның бойындағы қызуын тартып алып қояды деп сөйтіп айтады екен. Басында керей тымағы, қолында құсы қыраны, үстінде қасқыр ішігі, міне қазақ осылай тұрады деп. Бұл менің өзімнің бір не бар. Тәттімбет ағам. Өзімде бір не бар болатын. Аяғымда саптама, басымда пұшпақ тымағым, үстімде қасқыр ішігім, қазақ бола алмай жүрген кісімін деп. Мен қазақ болғанменен төңірегім қазақ бола алмай жүр ғой кейде. Кішкене енді сол үшін әдейі жаңағы біз әкем жарықтық енді 50 жыл мұғалім болды ғой. Сонда әкем айтатын, керемет жүріп тұрсыз деп енді сабаққа қатысқанда мұғалімдар керемет десе, жоқ, менің білгенім керек жоқ. Менің оқушым осыны білу керек. Сонда мені оқушымен бағалаңдар, мен өзімді бағаламаңдар дейтін. Сонда жаңағы оқушы да солай болып тұрса дейді деп тәрбиелеген. Сол сияқты бізге ерген кейіннен осы киіп жүргенімізді көреді. Мысалы өзің көресің, тағы басқа көреді, қолмен ұстайды, көзбен көреді. Бізде осылай киінсек деген. Мен жазда да саптамамен жүремін ғой кейде. Машинеде де жүре беремін саптама. Өйткені көрсін, қызықсын, білсін. Біздің енді мына дизе жаңағы ненің бәрін сол саптама жаңағы кигізіміне байпақпен киесің, қандай керемет. Бір тоңдырбасаң мысалы дізені, одан кейін болды ғой. Сондықтан біздің енді қандай бір жағдай ол кезде атпен жүреді. Аттың жалында, түйенің қолында жүрген қазақ далада бір күні қатты суық болса, не істейсің? Киімің дұрыс болмаса. Сондықтан солай енді ертеден біздің бабаларымыз текті ғой. Жақсы аға. Құдай қуат берсін. Амин, рахмет. Қазағым аман болсын де. Қазақ аман болсын. Әр қазақ менің жалғызым деген. Өзің біреуге тілеп қуанышына ортақтаса алмасаң, өзіңде қуаныш болмайды дейді бауырым. Сондықтан бәр қазағым аман болып, бәр қазағым қуанышы болса біз жақсымыз ғой. Дұрыс айтасыз. Мына қаршығалардың жарысы болып жатыр. Ұсақ құстардың. Анау жақта қораптың ішінде көгершіндер бар. Қазір көгершінді жібереді. Мына жақтағы қаршығалар қолдан шыққан, соларды алу керек. Алғырлығы солай сыналатын болады. Өздеріңіз көресіздер. Бірге тамашалаймыз қазір. Ана қораптың ішінде көгершіндер. Боранбай. Біз әу баста 60 бүркіт бақ сынайды дедік қой. Негізінде мұнда 61 бүркіт пен бүркітші келген.
біреуі топқа қосыла алмады. Себебі жаңа ереже бойынша тек 22 жастан бастап қана қатысуға рұқсат. Ал жарыстан тыс жерде көрсең бүркітші емес, сән көрсетіліміндегі модель қыз деп ойлап қалуың бек мүмкін. Ол Аяжан деген ару. Білуімше, сіз бұл жарысқа биыл қатыса алмадыңыз. Не себепті? Себебі менің жасым жетпеді. 22 жастан бастап қатысуға болады екен. Жасөспірімдер жарысына бұйырса барамын, Ақтөбе қаласына. Сіздің жасыңыз 21-те. Бірақ жасыңыз жетпей қалды. Ал негізі шарт енді ғана өзгерген ереже. Шарт, осы семинарда қыстың күні декабрь айында өзгерген болады. Сіз құсбегілікті қашаннан бастадыңыз? 2 жылдай уақыт болып қалды құсбегілікпен айналысқаныма, ал жалпы жарыста жүргеніме осы соңғы 1 жыл көлемінде ең алдымен Жалаңаш Кеген ауданындағы Жалаңашта болған ең бірінші жарысым. Содан кейін Көкшетау қаласына бардық, Астана қаласында болдық, Алматы облысының жарысында, Алматы қаласының жарысында. Осы Бозанбайға 2-ші рет келіп жатырмыз осымен. Осымен айналысып жүрмін. Қазіргі таңда хоббиім десем де болады. Жалпы өзім универде оқимын. Сатпаев университетінде, Алматы қаласында 3-ші курс студентімін. Мамандығым компьютерлік ғылымдар. Сіз болашақ IT мамансыз. Болашақ IT маманы. Болашақ IT маманның ежелгі кәсіпті бірге алып жүруі қаншалықты қиын? Қатты қиын деп айта алмаймын, себебі біздің университет көп қолдау көрсетіп жатыр. Осы жарыстарға жіберген кезде федерация бізге хат жазады, сөйтіп универмен жүреді осы сабақтан. Жалпы универге ол үшін алғысым шексіз, шыны керек. Бұл хоббиіңізге үйдегілер қалай қарайды, ата-анаңыз? Басында түсінбейтін. Не ол қыз баласына қиын ғой деп. Ал қазір бүкіл бастамаларында қолдап отырады. Үнемі жазып отырады, жаңа ғана жазып жатқан, қалай болды жарыстарың қызым, не жаңалық деп. Туған туысқандарымыздың барлығы мақтанып қарайды. Біздің Аяжан бір жер тесіп шығады деп едік, осы жақта жүр екен ғой деп. Сондай қызықтар. Басында түсінбеді, содан кейін түсініп мойындап жатыр. Иә, мойындап жатыр қазір. Өзіңіздің бүркітіңіз бар ма қазір? Өзімнің қазіргі таңда 2 бүркітім бар. Қолымдағы бүркітім Арын, жасы 6-да. 2018 жылғы балапан болып табылады. Ұстазымның бүркіті болған, қазір енді маған берді. Мінезі өте жайлы, жақсы құс. Әлеуметтік желілер қазір жақсы дамып жатыр ғой. Әлеуметтік желіден көрген 7-ші, 8-ші сыныптың қыздары, тәте қандай сұлусыз, сіз сияқты болғым келеді дейді. Сондай қыздарымыздың көп болғанына мен өте қуаныштымын. Болашақта соларды қасымда көремін деп ойлаймын. Көрдіңіз бе? Кішкентай қыздардың сізден сұрап жатқаны, ертең сізге ұқсағысы келгені, сіз де болашаққа үлгі болдыңыз деген сөз. Демек, қазіргі қазақтың қыздарына не айтар едіңіз? Қазіргі қазақтың қыздарына өз таңдауына берік болуды айтқым келеді. Сіздерге ұнайтын затпен айналысыңыздар. Тек қана болашақта өмірлеріңіз бақытты болу үшін адам өзіне ұнайтын затпен айналысу керек, өзінің жүрегіне жақын затпен айналысу керек. Ертең ұнамайтын жұмыс жасағаннан гөрі ұнайтын бір жұмысың болса, оны ыстығына да суығына да төзесің ғой. Бүгінгі жарыс орта жолдан тоқтады. Оның себебі қатты жел. Мына көріп тұрсыздар, адамды тұрғызбайды, аңызақ жел. Міне шығыстың желі осындай. Көріп қойыңыздар. Міне, мен де тұрғызбайды. Жақсы отырсыздар ғой? Отырмыз, Құдай деп әмір. Менің жанымда Әбдікәрім ағамыз. Бұл кісі сонау Батыс Қазақстаннан келіп отыр. Осы сайыста бас төреші. Аға, төреші болу қиын ба? Төрелік айтудан қиын ештеңе жоқ та. Турасын айтса, туысыңа жақпайсың деген сияқты. Сондықтан да ол енді көппен шешілетін шаруа, сондықтан да ақылдасып. Анау енді жеңіл бұтылып қалғандар соны мойындағысы келмей, бармақ басты көз қысты болып кетті деп айтып жататын кездерде болатын шығар. Оның бәрі төрешіге кішкене салмақ қой. Соның бәрін әділдігін шешу деген. Адам пендешілігі болады, бірақ бетке айтылған деген шындықта сөз ойнамайды, есіңе сақтаңдар. Бетке айтылған шындық болып қалады да, сосын көбаса енді маған реш айтып көрген жоқ. Мен соңғы кезде көп төрешілік араласпай жүрген. Енді кеше Ақтөбеге де осы екі жаққа сайлап қойдым, төреші. Сосын келдім ғой. Жас болмайды, дауласқанды көп жақсы емес. Бірақ Алла қашып көрсін, адамдар сыйлайды ғой. Мен бүркітшілік айттым.
өз категориясын мына біреудің кателігінен көріп одан сабақ алған данышпан ақылды. Өз катесін сабақ алған адам ақылды. Ал өз кемшілігіне катесін мойындамай одан сабақ алмайды ақымақ деп есептеймін. Сондықтан да біреудің кемшілігі көп, соған ұстамауға, соны үйрену жасап негізінде. Бәрекелді. Міне білеріміз 19, білмесіміз 99. Осындай ағаларымыздан біліп, көріп, естіп қалуымыз керек. Ертең бұл кісілердің көзі кетсе, келер ұрпаққа жеткізетін біз боламыз. Білгеніміз айту міндет, парыз бізге. Құсбегілер сайысы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Мұнда барлық жағдай қарастырылған. Әне көріп тұрсаңыздар, 2 құтқарушылар қызмет көлігі, яғни өрт сөндірушілер. Анау жақта егер сіздерге көрініп тұрса, менің артымда полиция қызметі, бірнеше көлікпен бірнеше адам жүр. Кеше күн күрт нашарлап, жел күшейіп, жарыс орта жолдан тоқтатылған болатын. Бүгін енді сол жалғасып жатыр. Бітеді. Одан кейін жарыстың қорытындысы болады. Ал әзірге адамдар таңның атысымен құстарын сайлап жарыс жүріп жатыр қазір. Қазір ұсақ құстар, яғни ителгілер кеше қаршыға болған, бүгін ителгілер жарысып жатыр. Ителгілердің жарысын көресіздер. Дастарханда дәм тұз, далада қыс, көңілге көктем ерте келіп қойған. Азғырыққа қарамай, бала да, ана да шат көңіл күйде. Тоңдың ба? Тоңдың ба? Тоңбаймын деш. Дайын болсаңызбен. Әне, бүркіт отыр әне. Финалда түлкіге салу сайысы болады. Түлкіге салу сайысы, егер спортшылардың ұпайлары бірдей болып қалған жағдайда, онда секундқа салу сайысы болады. Ал түлкіге салу сайысында сонда ол түлкіні қуып жеткен уақытына байланысты ма, қалай есептеледі? Енді бұл жерде әр сайыстың өзінің ережелері бар. Егер түлкіні бірден алынмаған құс болады, бір теуіп барып алатын құс болады, не болмаса бірден барып алатын құс болады. Осының барлығы уақытпен де өлшенетін болады. Осы нормативтардың барлығын жақсы орындаған спортшы, спорттық құс чемпиондықты жаңаға еленетін болады. Әрбір құсқа бір орыннан беріле ме? Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын 2 спортшы алатын болады. Және ересектерде де, жастар чемпионатында да солай. Осы чемпионатта жүлделі орын алғандар келесі жылғы ұлттық құраманың сапына кіретін болады. Сонымен қатар осы көшпенділер ойынына, биылғы болатын көшпенділер ойынына қатысуға жолдама алады. Қазір бүркітшілердің арасындағы ақтық сайыс, яғни финал. Ереке, қанша бүркітші өтті? Міне финалдық бәсекеге қазір 4 спортшымыз өтті. Кушкаров Арман, Искаков Алан, Павлодар облысы, Кушкаров Арман Атырау облысы, Абдулкарим Сармат Атырау облысы, және Сейітжан Аян Алматы облысы. Міне 4 бүркіттің қай мықтысы қазір түлкін алатын болады. Осы 4 спортшымызда 2025 жылғы ұлттық құраманың сапына енетін болады. Бұл енді нағыз сәт дейтін кезең, себебі түлкі құтылса құтылды, құтылмаса қалды деген сәт. Солай ғой. Мына жерде енді бақ шабама, бап шабама дейді. Әр құстың өзінің бабы бар, өзінің дайындығы бар. Енді осы шешуші сәтте әр бүркіт өзінің қай мықтылығын да дәлелдейтін болады. Бәрекелді. Олай болса 4 бүркітші, 4 бүркіт ақтық сайыста бақ сынайтын болады. Кімнің бабы мен бағы келсет, сол озып шығады. Анау жаққа кетті. Әрине енді бізді ол жаққа апарғызбайды. Іштегі бір әттегеніміз сіздерге бүркіттің түлкіге түскенін көрсете алмадық. Біз көрдік қой, бірақ камерамыз тым алыста тұрды. Жақындауға рұқсат әрине берілмеді. Бар болғаны фотосуреттер.
мемлекетіміз өзі қолдап отқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны бар. Соның ішінде біздің құсбегілік те бар. Құдай бұйырса оқу-жаттығу жиындарын бастаймыз. Енді алда осы сәуір айынан бастап оқу-жаттығу жиын бүкіл Қазақстанның 4 өңірінде өткізсек па деген ойымыз да бар. Одан ары қарай күзде жарыстарымыз бар. Енді жоспарда әлем чемпионаты бар. Енді оны уақыт Құдай бұйырса алда жоспарларда көре жатамыз. Әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты. Бірінші әлем чемпионаты Үржар қаласында өткен болатын, Абай облысы. 5 мемлекет қатысты. 7 мемлекет қатысты. Бұйырса енді 10 мемлекеттен аса қатысады деген жоспарда бар. Бірінші рет қатысатын мемлекеттер бар ма мысалға? Енді жоспарлап отырғандар. Жоспарлап өткен мемлекеттер. Түсінікті. Енді жоспарлап отырған мемлекеттердің арасында Венгрия бар, Венгрия, Испания келсе деген жоспарлары бар. Бұйырса. Олар сонда бүркіт болмаса да жаңағы қаршыға, ителгі, сұңқар. Негізі оларда және Венгрияда және кіші құстар бар, ителгі, қаршығалар бар. Және Испанияда көбінде ол жақта бүркіт ол жақта. Бүркітті қолға үйрете ме оларда? Үйретеді оларда да біз өте жақсы дамыған. Біз ойлаймыз құсбегілік қазақ пен қырғызда ғана дамыған деп. Шет мемлекеттерде өте көп дамыған. Оларда бірақ біз сияқты спорт болып қарастырылмайды, бірақ оларда жеке питомникте тәлімбақ дейміз, соларды өздері өсіреді, өздері баптайды. Енді ол жақта ол мүмкіндік өте жақсы дамыған бізден қарағанда. Аңшылыққа шықпаса да? Аңшылыққа шығады, аңшылыққа көп шығады. Ол рұқсаттары бар, кәдімгідей аңға көп шығып тұрады олар. Бірақ оларда спорттық жарыс болмайды біз сияқты. Осылайша 3 күнге созылған жарыста аяқталды. Көк ту көтеріліп, әнұран шырқалды. Жеңімпаздар марапатталды. Екінші орынға Жаңатқамыз осындағы Сайтжан Аян Алматы облысынан, бірінші орынға Абдыкаримов Сармат Атырау. Қошемет құлдық болыңыздар. Алты жасымыздан бері айналысып келдік қой, былай айтқанда. 6 жасыңдан бері. Қазір жасың нешеде? Қазір жасым 23-те. Бүркіт өзіңдікі ме? Бүркіт өзімдікі. Аты кім? Аңырақай. Ау? Аңырақай. Аңырақай. Жасы нешеде? Жасы 8. Примерно 5-6 ақ болды. 5-6 ақ. Өзің бұғанға дейін қатысып жүріп пең, жүлделі орын алып пең? Аллаға шүкір айтар, алып отыр ақыман. Қай жерлерге жарысқа қатыстың? Бір жерде қатыстым, негізі Астанада, Көкшетауда, Алматыда болған жарыстарда. Үй жақтан, ауыл жақтан хабарласып біліп жатыр ма? Хабарласып жатыр ма? Хабарласамыз енді. Алла бұйыртса. Өзің жалпы Қазақстандағы құсбегіліктің дамуын қалай бағалайсың? Жақсы. Мәселе көп қой. Мәселе көп негізі. Жол жағынан көп көбінесе. Темір жол жағынан. Қалай жеттіңдер сендер? Біздер өз көлігімізбен келдік. Атыраудан бері қарай. Бұл құсты енді жолда алып жүру өте қиын. Себебі бұның қанаты мен құйрығы мында көліктің доңғалағы сияқты. Сол сынуы бар, басқасы бар. Одан кейін жолда сол пойыз мәселесі, сондайлар кішкене не болды бізде. Сол көлікпен келдік. Көлікпен келдіңіздер? Иә, таксиyle келдік. Жалдап. Бір күн жүріп келдіңіздер ма? Енді ұзақ жүрдік. Мына қолға ұстап отырдық енді. Келгенше қолда ұстап отырдық. Осы жерде айтатын бір қолқаларыңыз бар ма? Қазақстан темір жолына. Енді бұл Қазақстан мемлекетіміз ғой. Бұл енді ұлтымыздың, еліміздің туында тұрған. Басқа өзге ешқандай ұлтта жоқ. Мынау мемлекеттік туда тұрған. Сол осы қыранымызды кішкене дәріптеп, осыған жолда жүруге, кішкене осы құсбегілік өнеріндегі азаматтарға кішкене қолдау берсе, гүл үстіне гүл, нұр үстіне нұр болар еді. Сіз өзіңіз, жалғыз өзіңіз айналысып жүрген дара адамсыз ба? Жоқ әлде бір мектеп бар ма, орталық бар ма? Мен ауданда мектепте жаттықтырушымын, балалар жасөспірім мектебінде. Шәкірттеріңіз бар ма? Шәкірттерім бар, Аллаға шүкір. Шақырып жатыр мені. Бәрекелді, көп рахмет аға. Шақырып жатыр мені. Келдік, көрдік, білдік, тәнті болдық. Көбі ұнап, азы қынжылтты. Ұнағанын сіздерге паш еттік. Қынжылтқаны қазақтың символына айналған қырандарды темір жолда кедергісіз алып жүруге рұқсат етілсе шіркін. Бүркітшілер мен бүркіттерге құжат беру жеңілдетілсе,
және атадан қалған құндылықты дамытып әлемге таныту үшін құсбегілерге мемлекеттен субсидия төленсе деген айтар арыз жеткізер тілегіміз. Бұл қолына құсын қондырған саятшылардан естігеніміз. Аспан ашық айлы, еліміз жайлы, ал аңшылардың, саятшылардың қанжығасы майлы болсын деп қайт.